Мен Шамишев Сұлтан 1920 жылы Ақтөбе облысы Жырын ауданы Батпақкөл ауылы советіне қарасты Жаңажол колхозында кедей шаруаның отбасында туылдым. Мен 1933 жылға дейін әке-шешемнің тәрбиесінде өсіп, ауылдық мектепте оқыдым. 1933 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Темір қаласындағы орта мектепте оқыдым. Аталған орта мектепті 1938-1939 оқу жылында бітіріп шықтым. Содан кейін 1940 жылдан бастап 1946 жылдың қараша айына дейін Совет армиясының қатарында болдым. Ұлы Отан соғысы күндері жан тәнімді аямай қызмет еттім. Соның нәтижесінде Кенигсбергті жеңіп алған үшін және 1941-1945 жылдар Отан соғысында болып Германияны жеңген үшін медальмен наградталдым. Биылғы екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына 80 жылдығына орай материалдар жинау барысында менің тағы бір ескергенім, таңғалып, риза болғаным ол сол замандағы біздің қазақ оқығандарының жазуының сауаттылығы, олардың сондай әсемдігі. Бірінші міне қолға түскен материалдардан Шәмішев Сұлтан атамыздың өз қолымен жазған өмірбаян парақтарынан көруге болады. Тағы бір екінші маған тап болып жатқан материал Facebook парақшасында Құлшарып Нұрболат деген біздің елдің азаматының, сол жігіттің қолжазбасы тап болды. Бұл жерде соғыс ардагері Бердімағамбетов жалғаспай. Бұл кісі менің атам Баубеков Тәмпіштің туған нағашысы. Өзі ауылымызда, мектебімізде ұстаз болды. Бұл кісінің алдынан білім алдық. Осы кісінің өз қолымен жазған орысша автобиографиясы. Қандай сауатты сөздер, қандай әсем маржан жазулар, кәдімгі жіпке тізген маржандай деп айтады ғой. Сондай міне осыны ескерейік бәріміз. Айтылмайды биік мінбеден, өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Олар жайлы айтылмайды биік мінбеден, өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің